6 жыл бұрын туған сіңлім менің күйеу жігітімді тойға бір ай қалғанда тартып алды. Ал бүгін анамыздың жаназасында ол гауһар тас жүзігін көрсетіп мақтану үшін жаныма келді. Бірақ менің қолымды кім ұстап тұрғанын ол тіптен елестете де алған жоқ. Менің атым Айдана, жасым 38-де. Мен өмірімдегі ең қымбат адамыммен қоштасып, табыттың жанында тұрдым. Көкірегімді мұң қысып, өткен күндер еріксіз есіме оралып жатты. 6 жыл бұрын сіңлім Мадина менің өмірімді тас-талқан етті. Ол менің күйеу жігітім Даниярмен көңіл жарастырды. Данияр IT саласында табысты кәсіпкер мен шексіз сүйген әрі толық сенген адам еді. Сол кезде мен бәрінен айырылдым. Сүйген жарымнан, болашаққа деген үмітімнен, адамдарға деген сенімнен, тіпті туған сіңлім де жаралы жүрегімді тыныштандыру үшін басқа қалаға көшіп, өмірімді қайта бастауға тура келді. Олар әлеуметтік желілерде сән-салтанатқа толы сапарларын, қымбат кештерін жариялап жүргенде мен өзімді қайта жинап, сынған сенімді қалпына келтіруге тырыстым. Олардың көзінде мен тастап кеткен әйел, бақытын таба алмаған жан болып қала бердім. Міне бүгін олар зиратқа да келді. Мадина қара түсті сәнді пальтосын киіп, биік өкшемен тас жолмен жүріп келе жатты. Дәл сән көрсетілімдегі модель сияқты. Саусағындағы ірі гауһар тасты жарқыратып тұр. Бір кезде мен армандаған жүзік дәл сондай еді. Оның көзқарасынан баяғы тәкаппарлық байқалады. Данияр да қасында, өзіне сенімді, бәрін бақылауда ұстап тұрғандай кейіпте. Ол маған жақындап, жалған жанашырлық танытып, Испаниядағы жаңа виллалары, іскерлік серіктестіктері мен беделді кештері туралы айта бастады. Қолын әдейі қозғап, жүзігін көрсетуді де ұмытпады. «Саған жаным ашиды, Айдана», деді ол жұмсақ үнмен. «Әлі де жалғызсың ба? Менде бәрі бар: табысты күйеу, мәртебе, тұрақтылық». Мен сабырмен жымидым. Мадина артымда үнсіз тұрған ер адамды байқамады да. Ол қолшатыр ұстап мені майда жаңбырдан қорғап тұр еді. «Мадина, сені менің күйеуіммен әлі таныс емес шығарсың», дедім жай ғана. Мен бір қадам шетке шықтым. Әлібек алға шығып иығыма қолын қойды. Оның сабырлы, нық қимылы сөзінен де әсерлі еді. Сол сәтте Даниярдың жүзінің қалай өзгергенін көрдім. Өз-өзіне сенімді күлкісі ғайып болды. Өңі қуқу тартып кетті. Ол оны таниды. Менің жанымдағы адамның кім екенін жақсы біледі. Және де бір ғана телефон қоңырауы олардың мұқият құрылған мінсіз өмірін шайқалтып жіберуі мүмкін екенін түсінді. Келісімшарттар, инвестициялар, бедел, мақтанып жүрген дүниелердің бәрі бір сәтте күлге айналуы ықтимал еді. Кейде әділет үнсіз келеді, ескертусіз, бірақ дәл уақытында.